Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен таңғы ас туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Таңғы ас тәңірден деп ата-бабамыз таңғы асты үй ішімен бірге ішкен. Қазіргі кезде таңғы асты ішпей-ақ оқуға, жұмысқа кете беретіндер көп. Алайда маман дәрігерлердің айтуынша, таңғы ас адам бойындағы күш-қуат пен жұмыс істеу қабілетінің артып, көңіл күйдің қалыпты болатынына әсер етеді екен. Сондықтан таңғы асты ішіп жүруге әдеттену керек. Ағзаға ең пайдалылары сұлы, қарақұмық, күріш ботқалары, пісірілген жұмыртқа, йогурт, майсыз қаймаққа шыланған сүзбе, ет және балық. Ет, балық және ботқа жармаларын түнде пісіріп қойған дұрыс. Үнемі асығып жүретін студенттерге йогурт тиімді. Жоғарғы сұрыптың ұннан гөрі бидай ұнынан пісірілген немесе қара нан жеу керек екенін жақсы білетін боларсыздар. Таңғы ас көңілді жаңа күннің бастауы. Таңғы ас күні бойына күш-қуат пен жігер беріп қана қоймай, есте сақтау мен зейініңді жақсартып, ұзақ уақыт аштықты сезбеуге мүмкіндік береді. Соның арқасында түскі ас кезінде шамадан тыс тамақтану салдарынан туындайтын іштегі ауырлықтың алдын алады. Бұл өте маңызды. Себебі артық тамақтану артық салмаққа апаратын жол. Сонымен қатар, таңертең метаболизм процестері өте белсенді жүреді, және ол таңғы асты тұтынудан басталады. Нәтижесінде бұл керемет пішінді сақтауға көмектеседі. Асқазанымыздың саулығы үшін таңғы ас мәзіріне ерекше мән берген абзал. Тіпті денсаулығымыз үшін кей тағамдардан бас тартуымызға тура келеді. Ондай тағамдар көп жағдайда асқазандағы қышқылдың тепе-теңдігінің бұзылуына, шырышты қабықтың тітіркенуіне, асқазан ауруларының дамуына себеп болады. Олардың қатарына цитрусты тағамдар, піспеген көкөністер, банан, кофе, салқын сусындар, тәттілер, тез әзірленетін таңғы астар, түрлі бутербродтар тағы басқа кіреді. Таңертеңгілік дәмнің ішінде міндетті түрде ыстық тағамның болуына назар аударыңыз. Буға піскен не бұқтырылған көкөністер таңғы ас мәзірінде болуға әбден лайықты. Тек тұз бен бұрыш сынды қоспаларды көп қолданбау керек. Диетологтардың кеңесіне сүйенсек, таңғы асқа жарма өнімдерінің пайдасы зор. Жармадан дайындалған тағамдар ұзақ қорытылғандықтан адам біраз уақытқа дейін тоқ жүре алады. Мысалы, жармадан дайындалған ботқа. Осы орайда дәрігерлер адам ағзасына көмір суға байытатын 3 түрлі ботқаны тұтынуға кеңес береді. Олар қарақұмық, күріш және сұлы жармаларынан дайындалған ботқалар. Сонымен қатар, дұрыс әрі толық қанды таңғы тағам ретінде кальцийге бай ірімшіктің 1-2 тілімін және майлылығы аз сүзбені түрлі бал, жаңғақ, жеміс шырындарымен тұтынуға ұсынады. Арамызда таңғы асты түскі аспен бірге жей салатындар өте көп. Ал біреулер бір шыны кофе немесе шай ішуді әдетке айналдырған. Негізінде әрбір уақытта жеу керек болып белгіленген астың адам ағзасына, саулығына, сыртқы ішкі келбетіне тигізетін өзіндік пайдасы бар. Таңғы ас ұйқыдағы ағзаны оятады. Зат алмасуды белсендетеді. Күні бойы бойыңызға қуат сыйлайды. Ми мен бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Әлемді жайлаған қант диабеті ауруының пайда болуының бірнеше себебі бар. Соның бірі әрі маңыздысы таңғы астан бас тарту болып табылады екен. Дәрігерлер әрбір 3-ші өлімнің себебі жүрек деп дабыл қағады. Ең маңызды әрі әлсіз ағзамыздың саулығын сақтауымыз керек. Оған салмақ салып, мұқият күтпесек, соны өкінішті жағдайға келеді. Жүректі аурудан қорғаудың жолы таңғы асты жеу және салауатты өмір салтын ұстану. Таңғы астың иммундық жүйесін нығайтатын керемет қасиеті бар. Таңғы асты жеуге әдеттенгендердің сүйегі мықты әрі сау болады. Мұны жапон дәрігерлері дәлелдеген екен. Олар таңғы асты жейтін және жемейтін адамдарға зерттеу жүргізіпті. Нәтижесінде таңғы асты тастамайтындардың сүйегі мықты болған, ал таңертең тамақ жемейтіндердің сүйегі өте әлсіз екен. Құнарлылығымен қатар
Адам ағзасына мол энергия беретін жұмыртқа барлық елдің ас мәзірінде бірінші орында тұратыны баршамызға мәлім. Қуырылған түрде болсын, қайнаған түрде болсын, өте дәмді әрі дайындалуы жылдамас. Дәрігерлер пайдалы таңғы ас ағзадағы холестерин мен қант деңгейін бақылауға көмектеседі дейді. Себебі ағзаға қажетті дәрумендер мен пайдалы өнімдер жетіспегендіктен түскі ас кезінде адамдар көп мөлшерде тамақтанады. Осыған байланысты артық салмақ, асқазан ішек жолдары проблемалары пайда болады. Сондықтан таңғы асты толық қабылдап жібермеген дұрыс. Сарапшылар таңғы асты адамның талғамы мен қалауына қарай тұтынғаны жөн деп есептейді. Алайда майлы және ауыр тағамдарды таңғы ас мәзіріне қоспаған дұрыс. Көптеген адамдар таңғы асты маңыздылығын түсінбей, оны жіберіп алып жатады. Біреулер үлгермедім десе, енді біреулері сырт келбетімізге әсері болады деп ақталады. Шынында бұл жай ғана сылтау екені белгілі. Таңғы ас тамақтанудың маңызды кезеңі. Ол ағзаны оятады, зат алмасуды бастайды, күні бойы жақсы жүруіңіз үшін күш пен энергия қуатын береді. Таңғы ас ішуді қалай әдетке айналдыруға болады? Алдымен ұйқының тұрақты режимін қалыптастыру керек. Ұйқысыздық кез келген теңдестірілген тамақтанудың барлық пайдасын жоққа шығаруы мүмкін. Таңертең барлық істерге үлгеріп, күнді асықпай бастау үшін оқудан немесе жұмыстан кем дегенде 1,5 сағат бұрын тұруды үйреніңіз. 1 стакан су, душ және жеңіл жаттығулар ағзаны оятып, тәбетті ашады. Таңғы асты кешкі уақытта дайындап қойсаңыз, уақыт үнемдеуге болады. Таңертеңгілік тәбет болмаса, кешкі ас уақытын шегеріп, аз мөлшерде тұтыну керек. Пайдалы деп саналатын өнімдердің ішінен ең дәмді болып көрінетіндерін таңдап, өзіңізді ұнамайтын нәрсені жеуге мәжбүрлемеңіз. Осылайша таңғы ас ішу сізге психикалық қиындық тудырмайды және ағза үшін пайдалы қажеттілікке айналады. Таңғы асты тастамай ішіп жүріңіздер, достар. Бүгінгі сіздерге дайындаған таңғы ас туралы пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.